Оңтүстікте тағы да бір өндіріс орны іске қосылды. Үлгісі мен сапасы шетелдікінен кем емес, жұмсақ жиһаздар енді өзімізден де шығатын болды. Бағасы да алушының қалтасына қонымда. Шымкентте бой көтерген фабриканың өзге де артықшылықтары алдағы бейнематериалда. Қазақстанда жасалған деген атауы бар сапалы жиһаздар енді Шымкентте де шығарылатын болады. Белгілі компания өзінің тауарларын елімізде 12 жылдан бері саудалап келеді. 40-тан астам дүкендері де ашылған. Ал әлем бойынша жұмыс істейтін сауда нүктелері де көп. Жалпы 200-ден асып жығылады екен. Надеюсь, это производство вам... Мен Қазақстанның сатып алушыларына біздің өнімнің сапасы ұнайды деп үміттенемін. Алдағы уақытта осы елде тағы да өндірістік орын ашамыз деп отырмыз. Бұл ақпаратты ешкімге айтпаған болатынбыз. Сіздер бірінші болып біліп отырсыздар. Осы өндіріс орынға 15 миллион доллар бөлінді. Фабрикада айына 3000 жұмсақ жиһаз бен матрастар жасалып шығарылады. Құрал жабдықтар Германия мен Италиядан жеткізілген. Демек шетелдік дизайнда жасалғандықтан заман талабына толықтай сай келеді деген жоспар болған. Мұндағылар жиһаздарға 2 жыл кепілдік береміз дейді. Ал бір тәуліктің ішінде тауар тапсырысқа сай тұтынушының қолына жеткізіледі. Олар қазір біздің нарықта 12 жыл жұмыс істеп жатыр. Толығымен олар біздің именно керекті қандай жиһаздар керегін біледі. Оның бағасы өте бізге тиімді. Бір комплект кемінде 80 мың теңгеге сатып алуға мүмкіндік бар халықтың. Ол өте тиімді. Шетелден осындай жиһаз кемінде 1000 доллардан келіп жатыр бізге. Оны 2 есе арзан болып жатыр қазір. Мұнда 105 жергілікті қызметшілер жұмыс жасайды. Бұл тек бастамасы ғана. Жыл соңына дейін тағы да 50 қызметшілермен қамтамасыз етеміз деп отыр. Мұнда қызмет ететін жұмысшыларға барлық жағдай жасалған. Осындай 20 жылдық тәжірибесі бар Малика Бердалиева да өз жұмысына көңілі толатындығын айтты. Жұмысқа келдім, профессиям портной деп жазылдым. Соменен жұмысқа алды. Норма, операциям самая трудная операция менде. Жалақысы да ұнайды. Қазақстанда ең алғаш рет ашылып отырған фабрикасы бүгінде өз тұтынушыларына сапалы қызмет көрсетуді көздеп отыр. Мұндағы мамандар сатылымға шығарылатын жиһаздардың барлығы да ассортименті кең әрі заманауи талаптағы дизайнда жасалатындығына сенді. Нұргүл Жолымбетова, Мұрат Одинаев, ТВК телеарнасы.